Құрметтілерім, дәлші сабақты жалғастыратын боламыз. Что-то айтылатын дүниелер өте көбейіп бара жатыр ғой күннен күнге. Жалпы мен айтамын, Мақпал Қаратайдың мол білімін алу үшін просто оны іздеп келсеңіздер, оның ретриттарына, менторствосына келіңіздер. Әрбір сабағында байқасаңыздар, әртүрлі ойларды айтамын да. Каждый раз мен өз-өзіме апгрейд жасап, каждый раз өзіме терең үңіліп, өзімнің ішкі состояниемді көріп отырып, осы қазіргі деңгейіме жетіп келемін да. Осының барлығы білімнің, өзімді тануымның арқасында. Сондықтан мен өзімді танығандықтан өзгелердегі больді больше көре аламын. Өйткені мен өзіммен өте көп жұмыс істеген адаммын. Сол үшін сіздердің іштеріңізде болып отқан процестерді больше сеземін да. Енді сіздерге айтқым келеді, ең өмірдегі главный дүние ол өзіңді тану болып табылады. Өзіңді таныған кезде қай жерде сенің әлсіз тұсың бар, қай жерде мықты тұсың бар, қай жерде ямадан қалай шығып кетесің, қалай өзіңе көмектесе аласың, қалай ситуациядан жылдам шыға аласың, осының бәрін терең меңгере бастайсың. Мысалға, сен өзіңнің қай жерде слабый тұстарың бар білесің. Әрбір адамның ішінде, например, біздің өзімізді тану деген ішкі әлемге үңілу болып табылады ғой. Біздің ішкі восприятиеміз, реакциямыз біздің бір оқиғаларға, ішкі бағалауымыз, осының барлығы больға келеді. Мысалға, біреу үшін түк емес оқиға, кейбір адам үшін, егер оның восприятиесі әлсіз болатын болса, оның ішкі реакциясы өте қатты ащы болатын болса, реакциясы, ол кәдімгідей бір дүние төңкерілгендей жағдай болуы мүмкін да. Человек не силен. Біреу үшін мыңқ етпейтін оқиға, келесі адам сол үшін өмірден өтіп кетуі мүмкін. Сондықтан ішкі жан дүниеңізді терең таныған кезде сіз любой ситуациядан жылдам шығатын боласыз, любой ситуациядан жылдам өтіп кететінге жететін боласыз. Енді қараңыздар. Мен өзімді тани бастаған кезде, ішіме үңіліп, менің ішімде бірнеше ямалар бар екен түсіндім. Яғни мен сол ямаларға время от времени түсіп кете берем. Кәдімгідей сол ямаларды қалай өтіп кеткенімді өзім білмеймін да. Одан кейін мен кәдімгідей депрессияға кіріп кетем. Ол қандай ямалар десеңіздер, бір яма мысалға менде мен бейшарамын деген яма. Мен часто сол мен бейшарамын деген ямаға түсіп кетсем, обязательно как будто өмір бітіп кеткендей, енді ақшам болмайтын сияқты, енді мен бақытсыз болатын сияқтымын, болашақта ақшасыз қалатын сияқты. Осындай яманың ауқымына сәйкес эмоциялар және ойлар мені мазалай бастайды. Яғни мен сол яманың ішінде тұрмын деген сөз. Обязательно мені ол кезде әртүрлі жаңағы енді ақша болмай қалады-ау, енді қайттым құдайым-ау деген, балаларымды қалай бағам деген ойлар мені мазамды ала бастайды. Болып кетті мына жақта далада, шулап кетті. Терезе жабық емес па? Содан кейін жаба салсаң, Айбекжан. Одан кейін мысалға тағы бір яма бар, самооценканың ямасы бар. Или болмаса мынандай ямалар болады. Мен енді жалғызбын, мені ешкім сүймейді, мені әйел ретінде ешкім бағаламайды деген ямалар бар. Яғни өздеріңіздің ішіңіздегі осы ямаларды танып алсаңыздар, қандай эмоциональный больдар сізді часто напрягает, қайсына түсіп кетесіңдер, қандай ямаға вы часто попадаете. Соны четко көрулеріңіз керек. Енді ол ямалардан қалай жылдам шығудың жолдарын табуымыз керек. Өйткені сіз оның ішіне кірдіңіз деген сөз, обычно адамдар өздерінің ямасына кіріп кеткен кезде, мысалы стресстің ақшаға байланысты, көп жағдайда біз ақшаға байланысты ямаларға часто попадаем. Либо мысалға ер азаматпен қарым-қатынастың, я недостаточно хороша, мен ешкім сүймейді, мен жалғыз қалатын сияқтымын деген ойлардың ямасына, жаңағы эмоциональный ямаға кіріп кеткен кезде, сіздің міндетіңіз сол ямалардан жылдам шығудың, өзіңе көмектесіп, кәдімгідей өзіңді сол жақтан суырып алудың жолдарын табуға тиістісіз. Ол үшін, жандарым, сол біз обычно ямаға кірген кезде, біз что мы делаем? Біз ана сезімдерден қорқамыз. Біз өзіміздің ішіміздегі болып жатқан процестерден, біз өзіміздің ішімізде болып жатқан сезімдерден қаша бастаймыз. Өйткені біз мысалға, мен өзімнің жаңағы ішкі сезімдерімде до конца тұра алмайтындығым. Например, ішімде боль көтерілсе, мен қашамда страданияға өтіп кетемін. На самом деле, сезімдерден қашқанымызбен, сол моментте проживать етуге, сезінуге рұқсат бермегенімізбен, ол сезімдер бізді тастап, либо біз одан құтылып кетіп жатқан жоқпыз. Бәрібір ол бізді, біз қашқанымызбен ол нәрселерді сезінуден қорқып, бәрібір ол бізді шетімізде күтіп тұр деген сөз. Ол сезімдер, когда бізді жаңағындай все время даже
мына сыртымыздан ол бәрібір өзінің шаруасын бессознательно слепая зонада өзінің ыңылдап шаруасын істеп тұр деген сөз. Сіз оны сезінбеймін деп қашқанмен там же стоит на самом деле сезімдер. Сол үшін мен қазір сіздерге сезімдер тақырыбын сөз етпекшімін. Өйткені адамның ішінде жалпы 60 түрлі эмоция бар дедім. 60 түрлі бізде сезім бар дедім. И көп жағдайда біздің қатты қорқатынымыз болезненный сезімдер. Больдар адамдарда қазір өте қатты көтеріліп кетуде. Мысалға таңертең сен вроде нормально ұйқыдан ояндың, либо оянған кезінде кеше вроде жақсы болғасын, таңертең тұрған кезде сен уже эмоциональный плохой сезіммен тұрсың. Сол кездерде біз өзімізге қалай көмектесуді білмейміз. Яғни сезімдер жаңағы больдар көтеріліп кеткен кезде не істерімізді білмей, біз көп жағдайда либо жатып қаламыз, либо адамдарды көрмейміз, яғни өзімізге алғашқы көмекті көрсете алмаймыз. Шын мәнінде қандай сіздің подсознаниеңіздегі қандай травма көтеріліп кетсе де, оны көмектесетін сіз ғана. Қазір сіздер байқасаңыздар, слепая зонадағы, көзге көрінбейтін частьтардағы көп больдар поверх шығып кетуде. Даже оған мынау қазіргі вселенская энергия, квантовая энергия көмек көрсетуде. Значит, сіз өзіңіз қашқан, өзіңіз сезінгіңіз келмейтін, бір кезде қалай сезінуді білмеген, бәлкім бала кезіңізде ол сезімдерді сезінуден қорқып, сіз оны бір көзге көрінбейтін частіңізге тығып тастаған, жоқ, мен бұдайлары өтпеуім керек деген больдар барлығы судың бетіне қарай шығуда. Бүкіл больдар қазір сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да, оянатын адамдарда автоматты түрде олар жоғары қарай шығуда. Сондай моменттерде не істеуіңіз керек? Сондай моменттерде мен сіздерге айтқым келеді. Жаным сол. Қандай сезім көтерілсе де, қандай бол көтерілсе де, ол сіздің ішкі сезіміңіз. Біз өзіміздің сезімдерімізден өзіміз қорқудамыз. Біз қорыққандығымыздан қорқып тұрмыз. Біз жаңағы өзіміздің болымыздан қорқып тұрмыз. Сіз қандай травма, қандай бол көтерілсе де, өзіңіз одан жоғары болуға тиіссіз. Өзіңіз одан жаңағы биік болуға тиіссіз. Мысалға, таңертең, например, менің өмірімде, например, таңертең ұйқыдан тұрдым, я чувствую, что мне на жерінде бол көтеріліп тұр деген кезде, я никогда этот боль не игнорирую. Никогда. Яғни, ондай моменттерде мен жалғыз қаламда просто больді усилить ете бастаймын. Әкеш, мен сен көрейін, пашамайды. Қарайын, неден қорқып тұрмын мен? Яғни, ақшасыздықтан қорқып тұрмын ба? Соны мен спокойно қарайым. Өйткені ол менің сезімім. Мен сезімнен жоғарымын. Либо мен жалғыздықтан қорқып тұрмын ба, күйеуге шықпай қаламын деп, либо мен, ауырып қаламын деп қорқып тұрмын ба, сол сезімді полностью кәдімгідей усилить етіп, өзіңіздің бойыңыздан қарай алыңыз. Неден қорқып тұрсыз? На самом деле, боль, сіздің жаңағы ішкі болыңыз, сіздің көзге көрінбейтін, ол сіздің ішіңіздегі программаның көрсеткіші. Значит, ол сізді бессознательно управлять етеді деген сөз. Соны трансформировать ететін уақыт келді деген сөз. Яғни, сіз ақшасыздықтан қорқып, оған жақындамай жүрсеңіз, сіз ақшасыз ғұмырды кеше бастайсыз. Сіз жалғыз қалудан қорқып, оған жақындамай жүрсеңіз, сіз үнемі жалғыздықты кешесіз деген сөз. Сондықтан лучше больді былай қылқындырып ұстап алып, оған тіке қарай алу. Ол үшін әрине үлкен мужество, үлкен силаны требовать етеді, бірақ бұл өте қатты эффектісін беретін дүниелердің бірі. Мысалға, например, мен өзімде боль көтерілген кезде, кей кезде больдар ешқандай себепсіз көтеріледі. Біз оның себебін білмейміз. Шын мәнінде ол кезеңде сіз обычно біздің больдарымыз өмірдегі белгілі бір оқиғалар әсер етуі мүмкін, сырттан оқиғалар, либо бір ойдан сен өзіңнің травмаңды ашып жіберуің мүмкін. Яғни ол поверх шықты ма, өте күшті момент, өте күшті трансформация жасайтын момент. Егер сен оны тығып тастап, онда қайтадан өмірге жүгіріп кетіп қалатын болсаң, анау болың исцеляция етілмей қалды деген сөз. Яғни оған внимание бөлмей, ол түбінде сені қайтадан айналып кеп мазаңдалады. Шығып тұрған больді лучше қуанып кет. Оппа, шықты, мен оны қазір исцеляция етіп алам. Яғни оны жазып алам дейсің.
сондай моменттерде жаңағы боль қатты жүрегің ауырып тұрма, өзіңе бір сөздерді айтып көр да. Мысалға, обычно мен өзім енді больді расшифровка жасай алатын мамандардың бірімін да. Любой больді мен обязательно сөздермен расшифровка жасай аламын. Мысалға, жүрегім ауырып тұрма, ақша табудан қорқып тұрмын деген кезде сенің болың бүйтіп отклик білдіреді. Значит, ол туда надо идти деген сөз. Екінші, егер сен жаңағы ол мыңқ етпесе, значит, олдан боль болып тұрған жоқ деген сөз. Либо обычно көп больдар ақшаға, одиночество, махаббатқа, өзіңе махаббат жетіспеушілікке, сондай бір приблизительно дүниелердің айналасында болады. Сол кезде ақша табудан қорқып тұрмын. Я, и дальше сөздерді айта бастасаң, қандай да бір сөзді жаңағы больге қарай шағыстырсаң, сол сөздерді айтқан кезде сенің ішіңдегі болың кәдімгідей бүйтіп қозғалады, усиливаться етіледі. Қорықпа, ақша, я қорқып тұрмын, шығар, еще дальше шығар, қорықпа. Бұл дүниені айтып отырған себебім, потом егер сіздер осы нәрсені үйренсеңіздер, сіздерге ешқандай психотерапевттің да ешкімнің керегі жоқ болады. Сіздер өздеріңіз исцелять етіп жазатын адамға айналатын боласыздар. Сол кезеңде кәдімгідей ортасында сезініп тұрып ал. Ортасында тұрып ал, міне. Больдан қашпа. Ол қаншалықты больно болса да тұрып ал. Сол кезде вниманиеңді тұрып ал деген сөз, сен өзіңнің вниманиеңді больға берді, усилить етіп тастап. Похрен мороз. Ол сені алмайды. Усилить етіп тастап, сол кезде боль жарылған кезде энергия, анау больдің энергиясы ағып кеткен кезде, бәлкім біреу құсуы мүмкін, біреудің іші өтуі мүмкін, біреудің жаңағы есінеуі мүмкін. Яғни сен өз болыңды өзің жарып жібердің деген сөз. Боль сені больше беспокоить ете алмайды. Оның саған больше күші жүрмейді деген сөз. Мысалға, кеше менің қызым Америкада оқиды, сіздер білесіздер. И менде, короче, Америкада, сол Флорида штатында ураган болады деді. Кәдімгідей үлкен 100 жылда бір рет болатын ураган болады деген хабарлама келді. И түн ішінде қызыма звондадым. Не болды деп едім? Қызым айтты, мама, қазір 5-6 сағаттың ішінде осындай ураган келеді деген кезде қарасам, менде боль көтеріліп тұр. Яғни, я переживаю. Мен уайымдап тұрғанымды, қатты жаңағы қиналып тұрғанымды білдім. Қандай переживание көтерілсе де өздеріңізді кінәламаңыздар. Это нормально. Іштегі бүкіл процесс нормально. Өздеріңізді болып жатқан процесстер үшін жек көрмеңіздер. Ақшадан қорқып тұрсаңыз да жек көрмеңіз. Жалғыз қалам деген қорқынышыңыз да жек көрмеңіз. Просто надо с ними поговорить, олардың барлығымен. Сол кезде менің жаңағы қорқынышым көтеріліп кеткенін білдім да, мен соны усилить еттім да, вниманиемді бөліп, кәдімгідей қорқынышым, мен онымен сөйлестім. Каждый раз любой келетін қорқынышпен, любой больмен я не игнорирую. Я разговариваю внутри со своим болем. Мен оған айттым, қандай жағдай болса да, мен сенің қасыңдамын. Өзімнің ішкі частьіме, яғни ішімдегі подсознаниеме солай сөйлестім. Мен сен қасыңдамын. И любой нәрсе болса да, Алла тағала мен көтеремін, амалым жоқ. Не болса да қабылдаймын деген кезде, больдің ортасында усилить еткен кезде, боль рассоциация еткеннен кейін менде спокойствие келді. Содан кейін мен ұйықтадым, одан кейін таңертең тұрсам, қызым айтады, мама, Құдайдың құдіретімен именно сол ураган біздің Флорида, жаңа Орландо қаласын айналып өтіп, басқа жаққа қарай кетіп қапты дейді. Сондықтан сіздер өздеріңіздің жаңағы қорқыныштарыңыз арқылы больше шақырасыздар да. Мысалға, мен ақшадан қорқатын қорқынышым келеді, например, мен балаларымды асырай алмай қалатын сияқты, ойбай, олар аштан өліп қалатын сияқты. Мен де адаммын, маған да келеді. Просто менің отличием олардың мені басқаруына жол бермеуімде ғана. Келді ана боль, жалғыз қалып қалам деген боль келуі мүмкін, ақшасыз қалам деген боль келуі мүмкін, енді балаларымның оқуын қалай төлеймін деген боль келуі мүмкін. Сол келген кезде мен оны кәдімгідей усилить етемін, ортасына тұрам. Бірінші усилить етемін, я қалам, стресс до конца, до упора көтерем ана больді. Өзінің бір пикына шейін көтерем да, бірақ өзімнің вниманиемді больге тіреп тұрам да, одан кейін я начинаю с этим больмен, қорқынышпен сөйлесе бастаймын. Мен қалай болғанда да любой момент я буду работать, любой момент мен балаларымның жаңағы бақытты болу үшін қолымдағым барлығын жасаймын. Бірінші усилить етіп көтеріп, больда тұрып алған кезде боль кәдімгідей ыдырай бастайды. Сол кезде мен өзімнің ішкі частьіме өзім қолдау білдіре бастаймын. Ішіме айтамын, я с тобой. Мы это сделаем, мы вместе деген кезде ішіңізде исцеление кетеді. Кәдімгідей бүкіл частьтарыңыз өздерінің орындарына қона бастайды. Либо сіз, мен жалғыз қалудан қорқам деген кезде, прям тұрып алыңыз, усилить етіңіз қорқатыңызды. И одан кейін кәдімгідей кекіресіз, құсасыз, бәлкім ішіңіз өтеді. Осы процесс өткеннен кейін өзіңізге
айтыңыз ішіңізге, мен қасыңдамын. Всегда өзіңізге мен қасыңдамын. Мы вместе пройдем. Алла тағала менің қасымда. Мен Алламен біргемін. Мен және Алла тағала деген кезде сіздің бойдарыңыз жылдам шығып кетуге кәдімгідей үлкен мүмкіндікті ала бастайсыздар.